Күн жарық болсын, құрметті оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары? Бақылауында жүргізіледі. Айта кетерлік жайт, ұтыс ойындары тираждық комиссияның бақылауында жүргізіледі. Сөйлемдегі бақылауында жүргізіледі тіркесі орыс тіліндегі проводиться под контролем құрылымының тікелей аудармасы. Осылай сөзбе-сөз көшіріп, жасандылыққа ұрынбай-ақ бақылайды, бақылап отырады деп қазақша жатық жазуға да болар еді. Оны тираждық комиссиясы да тиражная комиссия дегеннің тікелей аудармасы. Бұл тіркесті тираж комиссиясы деген орынды. Сөйлем басындағы айта кетерлік жайт деген қыстырынды тіркес қолданылмаса да сөйлем мәні өзгермес еді. Алған күннің өзінде оны сөйлемнің аяғына шығарған орынды. Сөйлем бұлай құрылса дұрыс болар еді. Ұтыс ойындарының барысын тираж комиссиясы бақылап отырады. Ұтыс ойындарының барысын тираж комиссиясы бақылап отыратынын айта кеткен жөн.